Саламатсыздар ма, студенттер? Сабақтың тақырыбы тербелмелі қозғалыс, математикалық маятник. Сабағымыздың мақсаты студенттерге табиғаттағы ең көп таралған қозғалыс бірдей уақыт аралығында дәлме-дәл немесе шамамен қайталанып отырылатын тербелісін сипаттайтын шамаларды қайталау арқылы жаңа тербелмелі жүйелермен танысу, тербелмелі қозғалыстың не екенін, қандай шамалармен сипатталатыны туралы мағлұмат беру, маятниктің тұрмыстағы техникадағы рөлін анықтау. Сабағымыздың жоспары: тербеліс периоды, екінші тербеліс периодының өлшем бірлігі, үшінші амплитуда, амплитуданың мәні, тербеліс жиілігі. Механикалық тербелістердің физикалық процесс ретінде жалпы белгісі қозғалыстың белгілі бір уақыт аралығында қайталанып отырылуы болып табылады. Дене қозғалысы толығымен қайталанып отырылатын ең аз уақыт аралығын тербеліс периоды деп атаймыз. Басқаша айтқанда, тербеліс периоды дегеніміз бір толық тербеліс жасауға кеткен уақыт. Тербеліс периоды секундпен өлшенеді, және оны біз үлкен Т әрпімен белгілейміз. Сонда Т тең болады 2π түбір астында L көбейтілген С. Дене қайсы бір нүктеден шығып, сол нүктеге қайтып оралғандағы қозғалыс процесін біз бір циклды береді дейміз. Мысалы, дененің шеңбер бойымен бір айналым жасауы бір циклды береді. Бірлік уақыт ішіндегі тербелістер саны тербеліс жиілігі деп аталады. Жиілікті гректің нео әрпімен белгілейміз. Тербелмелі қозғалыс жиілігінің өлшем бірлігі секунд ішінде толық бір тербеліс жасайтын тербелістің жиілігіне алынады. Бұл бірлік неміс ғалымы Генрих Герцтің құрметіне герц деп аталады. Сонда 1 герц тең болады 1 секунд, секундтың -1 дәрежесі. Тәжірибеде килограмм, килогерц, мегагерц сияқты естелік бірліктер пайдаланады. Егер дене Т секунд ішінде n тербеліс жасаса, онда неу тербеліс жиілігі наған тең болады? Неу тең болады n бөлінген Т. Ал тербеліс периоды Т тең болады Т бөлінген n. Тербеліс периоды мен тербеліс жиілігінің арасында қарапайым байланыстың бар екендігін, жиілік периодқа кері шама, ал период жиілікке кері шама екенін білеміз. Олай болса, неу тең болады 1 бөлінген Т, Т тең болады 1 бөлінген неу. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын келесі бір шама бұл амплитуда деп аталады. Тербеліс амплитудасы деп дененің тепе-теңдік күйінен ең үлкен ығысуының мәнін айтамыз. Амплитуданы үлкен А әрпімен белгілейміз. Сонда оның формуласы Q тең болады Q көбейтілген түбір асты 2, O тең болады EM тең болады E көбейтілген түбір асты 2, OM тең болады O көбейтілген түбір асты 2. Қозғалыстың басқа түрлері сияқты тербелмелі қозғалысты да жылдамдықпен үдеу арқылы сипаттауға болады. Алайда тербелмелі қозғалыс кезінде бұл шамалар нүктеден нүктеге өткен сайын өзгеріп отырады. Мысалы, тербеліп тұрған дененің жылдамдығы тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқу нүктесінде 0-ге тең. Ол нүктеде дене тоқтайды да қарама-қарсы бағытта қозғала бастайды. Ал дене тепе-теңдік күйінен өткен кезде, яғни x тең 0-ге болғанда, оның жылдамдығы ең үлкен мәнге ие болады. Үдеу керісінше дене тепе-теңдік күйіне өткенде 0-ге тең болады. Өйткені бұл нүктеде күш 0-ге тең. Тепе-теңдік күйінен ең үлкен ауытқуға сәйкес келетін нүктелерде, яғни x максимум тең болады А, және x максимум тең болады -А болғанда, үдеудің шамасы ең үлкен мәнге жетеді. Себебі бұл нүктелерде серпімділік күші ең үлкен мәнге ие болады. Сөйтіп тербелмелі қозғалыс кезіндегі жылдамдықпен үдеу периодты түрде өзгеріп отырады. Яғни Т период өткен сайын жылдамдық және үдеу
векторлардың бағыты мен модулы қайталанады. Механикалық тербелістер кезіндегі дене қозғалысының сипаттамалары туралы көрнекі түсінік қалыптасу үшін біз мынандай тәжірибе жасауымызға болады. Серіппеге ілінген жүкке бояуға батырылған қылқаламды бекітейік. Оның алдына қылқаламның ұшы тиіп тұратындай етіп ақ қағаз парағын ұстаймыз. Жүк тербеліс жасаған кезде қағаз тұрақты жылдамдықпен горизонтал бағытта жылжытамыз. Сонда қылқалам қағаз бетінде үздіксіз сызық түрінде із қалдырады. Егер жүктің тербелісін тоқтатып, оны тепе-теңдік күйіне келтірсек, онда содан кейін барып аралықты қайтадан қылқалам ұшымен алдында горизонтал бағытта қайта жылжытсақ, онда қағаз бетінде түзеу горизонтал сызық түрінде із қалады. Егер осы түзеуді абсциссалар өсі ретінде алсақ, онда абсциссалар өсінің бойында қағаз парағының бір қалыпты қозғалысы бағытталған мезеттегі бері өткен уақытты салуға болады. Ал жүктер берген кезде парақ бетінде қағаз із тербелістері жүктің X координатасының Т уақытқа тәуелділігінің графигін береді. Сонымен қорыта келгенімізде дүниедегі тербеліссіз өмір жоқ деп айтуға болады. Ағаштың, шектің, жапырақтың тербелуі көзге көрінетін қарапайым тербеліс болса, электр тоғының, ауаның, жүректің, адамның жүрегінің, атомдардың тербелуі көзге көрінбейтін күрделі тербелістер. Сондықтан олардың бәріне ортақ заң бар. Өзіміз жаңа көргендей, біздер ірі тербелістер туралы әңгіме айттық. Бірақ енді техникада көп кездесетін аса қауіпті ұсақ тербелістер болады. Мысалы, дірілдеген судың бетінде қандай қауіп төнеді дейміз. Ал осы көптеген құбылыстың жауы ұсақ тербелістердің жиілігі саналуан. Оның пайда болуына көптеген себептер бар.